Қазақ тілі бүгінде тек мектептің немесе отбасының тілі емес, ол сонымен қатар жаңа технологияның тілі. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан алдағы 3 жылда жаппай цифрлық мемлекетке айналуы керек дейді. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін тіл қазына орталығы соңғы 2 жылда ауқымды жұмыс атқарды. Солардың қатарында тіл қазына орталығы Kaz-LLM жобасына дерек жинаушы ретінде атсалысты. Бұл модельдің алғашқы өнімдері Қазграмма және тіл қазына жиі көмекшісі. Қазграмма қазақша мәтіннің дұрыстығын тексеретін платформа, ал жиі көмекшісі тілді деңгейлеп үйретуге мүмкіндік береді. Бір жылда ғана тіл қазына платформаларына 13 миллионнан астам сұраныс түсті. Бұл қазақ тілінің цифрлық дәуірге сенімді қадам басқанының айғағы. Қазақша сөйлейік, қазақша ойлайық, қазақша жаңалық ашайық.